Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз география пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде ТЖБ тапсырмалары. Оқушылар, бұл сіздердің соңғы 4-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларыңыз. Осы ТЖБ тапсырмаларын сіздер жақсы орындауларыңыз керек. Бұл сіздердің бағаларыңызға үлкен әсер етеді. Сол себептен сіздер осы ТЖБ тапсырмаларын жақсы деңгейде орындауларыңыз керек. Оқушылар, олай болса тапсырмамызды бастайық. Бізде бірінші тапсырма берілген екен. Елдердегі географиялық орны бойынша топтастыру деп бізге берілген екен. Олай болса тапсырмамызды орындайық. Бұл жерде жалпы бізде құрлықшылық елдер және де теңіз маңы елдер берілген, және де аралдық және архипелаг елдер бізге берілген екен. Төменде шартты белгілермен көрсетілген. Олай болса, оқушылар тапсырмамызды орындайық. Бізде географиялық орналасу бойынша әлем елдерінің картасы және де елдер географиялық орны бойынша ел түрлері деп бізге берілген. Жапония бізде оқушылар жалпы архипелаг елдерге жатады. Исландия бізде ол аралды елдерге жатады. Үндістан бұл бізде әрине өздеріңіз білесіздер, ол бізде түбекті елдерге жатады. Моңғолия ол бізде Қазақстанның шығысында жатқан ел, бұл бізде жалпы құрлықтық елдер қатарына жатады. Ал Бразилия ол бізде теңіз маңы елдеріне жатады екен. Оқушылар төменде де жауаптарын мен көрсетіп кеткен болатынмын. 1Д, 2С, 3В, 4А, 5Е деп төменде көрсетіп кеткен болатынмын. Осыған қарап сіздер өздеріңіз белгілеп алсаңыздар болады. Осы тапсырмадан біз 5 баллды толықтай алады екенбіз. Олай болса, оқушылар екінші тапсырманы орындайық. Шартты белгілерді қолдана отырып, дүние жүзінің картасына 4 негізгі мұнай кен орнын салыңыз. Шартты белгілер деп бізге берілген. Оқушылар, бұл жерде сіздерге барлығын көрсетіп кеткен болатынмын. Жалпы осы картаға сіздерге түстер арқылы белгілеп көрсеткен болатынмын. Бұл оқушылар жалпы осы күлгін түспен белгіленген шартты белгі ол Мексика шығанағында орналасқан мұнай кен орны. Бұл жерде бізде 4 негізгі мұнай кен орнын салыңыз деген, бірақ мен 5-еуін жаза салдым, артық етпес. Ал бізде көк, бұл бізде Парсы шығанағы. Ал бізде қызғылт сары түс, яғни осы жерде орналасқан, бұл бізде Каспий теңізі. Ал жасыл түспен орналасқан, бұл бізде Гвинея шығанағы, яғни Африка материгінің жағында Гвинея шығанағы орналасқан. Және де бізде қызыл түспен, әрине өздеріңіз білесіздер, солтүстік теңіз. Шартты белгілерінде осы жерге көрсетіп кеткен болатынмын. Енді сіздерге барынша көрінетіндей етіп шартты белгілерді толықтай белгіледім. Осы жерден өздеріңіз белгілеп алсаңыздар болады. Видеоны картаны көру үшін сәл жақындатып көрсеңіздер болады. Солай сіздер байқайсыздар, немесе өздеріңізде картамен жасап осылай шартты белгілерін өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Тапсырма түсінікті деген ойдамын. Келесі үшінші тапсырманы орындайық. Бізде үшінші тапсырмада былай берілген: тауар экспорты бойынша көшбасшыларды көрсетіп кестені толтырыңыз деп бізге берілген. Тауар экспорт бойынша лидер елдер деп бізге берілген екен. Мұнайда бізде лидер елдер бұл бізде Сауд Арабиясы, және де Ресей, Ирак, Иран, Венесуэла елдері. Ал көмір бізде Аустралия, Индонезия, Ресей, ақш, Канада екен. Келесі бізде темір Аустралия, Бразилия, Ресей, Қытай, ақш елдері екен. Ал мысқа келетін болсақ, бізде Чили, Перу, Аустралия, Индонезия, Канада елдері бізде жалпы жатады екен. Келесі 4-ші тапсырманы орындайық.
көлік инфрақұрылымы рейтингісіндегі Қазақстан 141-ші 141-ден 73-ші орында. Жолдар бұл экономика қозғалатын елдің артериялары артериялары өндірушілердің базарлармен және жұмысшылардың жұмыс орындарымен байланыстыра отырып, жолдар өндірісті, сауданы және адам өмірінің барлық салаларын дамытуда шешуші рөл атқарады. Оқушылар, бізде төменде тапсырмалар берілген. Төмендегі тапсырмаларды орындайық. Қазақстандағы ірі теміржол магистралін атаңыз деп бізге берілген екен. Бұл бізде Орынбор, Ташкент және де Түрксіб дейміз, яғни Түркістан, Сібір, Транс-Қазақстан ірі теміржол магистрі бар екен. Келесі бізде төртінші тапсырманың Б бөлігінің тапсырмасы: Қазақстанда теміржол көлігінің ерекшелігін сипаттаңыз деп бізге берілген екен. Теміржол көлігі ауа райын талғамайды, қозғалысты тұрақты тасымалдануы арзан және де тасымалданатын жүктің салмағы жоғары. Қазақстаннан үш маңызды теміржол өтеді. Ол бізде Еуропа-Кавказ, Кавказ-Азиялық көлік дәлізі және де Транс-Азиялық теміржол дәлізі деп жазып аласыздар. Келесі бізде С бөлігінің тапсырмасы: Қазақстанда су көлігін дамытуда туындайтын мәселелерді талдаңыз деп бізге берілген екен. Су көлігі маусымдық көлік түрі болып саналады. Себебі қараша айынан сәуір айына дейін өзендер қатып жатады. Қазақстанда су көлігін дамытуға қажетті ірі өзендер аз. Көбі еліміздің шекарасынан тыс аймақтар арқылы ағып өтеді. Міне оқушылар, төртінші тапсырманы толықтай орындадық. Келесі бесінші тапсырманы орындайық. Қазақстанның минералды ресурстары картасын қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз деп бізге берілген екен. Олай болса, тапсырмамызды орындайық. Қазақстанның мұнайлы аймақтарын анықтаңыз деп бізге берілген. Бізде ол батыс және де оңтүстік. Оқушылар, міне осы жерде де сіздер байқап отырсыздар, батыс аймақтарда мұнайдың шартты белгілері көрсетілген, және де оңтүстікте де осындай мұнайдың шартты белгілері көрсетілген. Осы аймақтарда мұнай келесі жалпы бізде Б бөлігінің тапсырмасы: осы аймақтарда мұнай алаптары шоғырланғанын түсіндіріңіз деп бізге берілген. Шығыс Еуропа платформасы, яғни батыс жақ, Ақтөбе жақтарды көрсеткен ғой. Жалпы осы бізде Шығыс Еуропа платформасына жатады. Шығыс Еуропа платформасы қалыңдығы 70 километрге дейін жететін ежелгі шөгінді платформа, шөгінді биогенді жыныстар, мұнай мен газ жинақталған бұрынғы мұхит түбі. Міне оқушылар, тапсырманы Б бөлігінің тапсырмасын орындадық. Келесі С бөлігінің тапсырмасын орындайық. Темір Қазақстанның қай аймақтарында кездесетін анықтаңыз деп бізге көрсетілген. Солтүстік және де орталық аймақтарда темір бізде кездесіп жатады. Міне өздеріңіз байқап отырсыздар. Жалпы сіздер бұл жерде шартты белгілерді жақсы білулеріңіз керек. Сол арқылы сіздер осы тапсырманы орындай аласыздар. Келесі бізде Д бөлігінің тапсырмасы: шөгінді қабаты бар аймақтарда неліктен темір рудалары шоғырланғанын түсіндіріңіз. Шөгінді қабаты бар жас платформа табиғи жағдайда шөгінді темір жыныстары жас платформалардың шөгінді қабаттарында жиналады. Міне оқушылар, жалпы сіздерге түсінікті деген ойдамын. Келесі 6-шы тапсырманы орындайық. Канаданың экономикалық географиялық жағдайын бағалаңыз деп бізге берілген екен. Олай болса, тапсырмамызды орындайық. Әр боялған аймақтың халқы Канада халқының 4-тен 1-ін құрайды. Канадада 6 аймақ бар. Канадада жалпы 6 аймақ бар. Біріншісі ол батыс Кордильерия, жұмсақ теңіз жағасындағы ылғалды климат, алып ағаштары бар
жалпақ жапырақты ормандар. Екінші ол бізде ұлы жазық, прерий дала, кембрийға дейінгі платформа. Төрт бізде арктикалық тундра және аралдар. Бес бізде ұлы көлдер, әулие, лаврентин ойпаты. Алты бізде апалачи таулар. Міне оқушылар, олай болса тапсырмамызды орындайық. Суретте де көрсетілген, сіздерге барлығы берілген. Енді тапсырмамызды орындайық. Канаданың табиғи ресурстық факторын бағалаңыз деп бізге берілген екен. Канада табиғи ресурстарға өте бай және көптеген пайдалы қазбаларды өндіруде көшбасшы, бірақ климаттық жағдайларға байланысты аумақтың 70%-дан астамы ауыл шаруашылығына жарамсыз. Келесі бізде Б бөлігінің тапсырмасы Канаданың демографиялық жағдайын бағалаңыз деп бізге берілген екен. Канада халық саны бойынша дүние жүзіндегі 41-ші орында, бірақ ауданы бойынша 2-ші орында. Сәйкесінше, ел халқының тығыздығы өте төмен, 1 километр квадрат жерге 7 адамнан аз. Келесі, Канаданың ЭКЖ елдің дамуына қалай әсер ететінін түсіндіріңіз. Артықшылықтары мен кемшіліктері бізге берілген екен. Артықшылықтары: ақш-қа жақындығы, ақш нарығындағы шығу мүмкіндіктері. Табиғи ресурстық әлеуеті: елде 2 миллионнан астам көл бар. Кемшіліктеріне келетін болсақ, архипелаг елі, Канаданың солтүстік аймақтары ауыл шаруашылығымен өмір сүруге қолайсыз. Міне оқушылар, дәл осылай тапсырманың барлығын орындайсыздар. Осымен оқушылар, біз ТЖБ тапсырмаларын толықтай орындаған болатынбыз. Оқушылар, енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Осы ТЖБ тапсырмаларын біз толықтай аяқтаған болатынбыз. Оқу жылының аяқталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз, оқушылар. Осы жазғы демалыста жақсы демалыңыздар деп тілейміз, әрі сәттілік тілейміз. Келесі оқу жылында да бізбен бірге байланыста болады деген ойдамын. Оқушылар, осымен ТЖБ тапсырмаларын толықтай орындаған болатынбыз. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.